Сәлем баршаға, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Алматыда әйгілі қазақстандық боксшы жоғалып кетті. Табылмай жатқанына 10 күн болған. Алматыда әйгілі қазақстандық боксшысы жоғалып кетті. Қаз365.kz. Қазақстан бокс федерациясының баспасөз қызметі Instagram желісіндегі парақшасында әйгілі қазақстандық боксшысы бокстан КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, Еуропа чемпионы Серік Нұрқазовтың жоғалып кеткен туралы хабарлады. Қоғам жасағының еріктілері жариялаған бағдарға сәйкес, Алматыда 14 желтоқсанда 64 жастағы ер адам жоғалып кеткен. Назар аударыңыз, адамды іздестіру. Нұрқазов Серік 10.04.1959 жылы туған күні, 14.12.2003 жылы Луганская көшесі мекенжайындағы үйден белгісіз бағытта шығып кеткен. Бүгінгі күнде дейін оның қайда екені туралы ештеңе белгісіз. Киім сұр қалпақ, капюшоны бар, көк мамық күрте, ақ водолазка, қара джинсы. Белгілері шаш ағарған, сақал қояды. Диагноз бар. Жоғалған адам туралы мәлімет білетіндер 702-712-79-22 немесе Қоғам Алматы нөміріне хабарласуын сұрайды деп жазды еріктілер тобы. Айта кетейік, Серік Нұрқазов 1980 жылдары КСРО құрамасында ойнаған. Ол 1981 жылы Тапперде өткен Еуропа чемпионатының қола жүлдегері, 1983 жылы Римде өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 1983 жылы Варнада өткен Еуропа чемпионы, Қазақстан мен КСРО-ның бірнеше дүркін чемпионы, 1984 жылы үздік боксшысы атағы берілді. Қазақстандық спорт шеберін бокс профессоры деп атаған. Көптеген тәжірибелі жанкүйерлер оны әлі күнге дейін кеңестік бокс тарихындағы ең техникалық жауынгерлердің бірі деп санайды. Сондай-ақ балалар боксшының жаттықтырушысы және спорт функционалды қызметкер ретінде де белгілі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.